Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күн 1 наурызда жыл сайын барлық этностар бір-біріне мейірбандық танытып, ол адамдарды өз туғандай қабылдаған Қазақстан халқына алғыс айту күні ретінде аталып өтеді. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі. Осы күн тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этностық халқының ортақ тарихын құрметтеу күні болып саналады. Алғыс айту күні қайырымдылық дәстүрлері, әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақкөңілділік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени сан алуандығымыздың жарқын күні. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясын қазақстандық бірегейліктің негізгі қауымы. Еліміздің барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастырған Қазақстан халқы ассамблеясының күні. Бүгінгі күнде мейірімдік шуағы молынан төгілсе, алдағы барлық нұрымызды дәл осылай нұр үстіне нұр болады, нұрлана береді сөзсіз. Береке бірлігіміз таси берсін, баршаңызға деген алғысым шексіз.